Баршаңызға сәлем, мен Бағдәулет. Бүгінгі видео сабақ ұлттық бірыңғай тестідегі ағылшын тілінің тест нұсқаларын қалай дұрыс әрі жылдам талдауға болады, сол жайында болмақ. Алдымен сабаққа кіріспес бұрын сабақта біздер бір нұсқаны толық талдап шығатын боламыз. Бұл бірінші бөлім. Демек, екінші бөлімі жақын арада менің осы каналымда жарияланатын болады. Сондай-ақ осы тесттің ішінде оқушылардың жиі жіберетін қателіктерін талқылаймыз, тесттің логикасын түсінеміз. Себебі менің бүгінгі талдайтын сұрағым жаңа сұрақтар, қаңтар айында келген студенттердің, оқушылардың алып шығалған сұрақтары. Сабаққа кіріспес бұрын алдымен бір таныса өтелік. Менің есімім Бағдәулет, мен Қазақ ұлттық университеті және Зальцбург университетінің түлегі болып табыламын. IELTS-тан емтиханға дайындаймын. Сонымен сұраққа көшелік. Бірден correct phrasal verb. Фразалық етістікті дұрыс нұсқасын табу қажетпіз. To apply for the job, you need to fill this form. Fill дегеніміз толтыру. Енді не дейді? Мына форманы толтыруыңыз қажет. Бұл жерде фразалық етістіктің орнын сіз жатқа білуіңіз қажет. Fill in болып табылады. Толтыру, не болмаса қандайда бір бланкты толтыру, бұл fill in. Егер IELTS не болмаса басқа тесттер тапсыратын болсаңыздар, ол жерде жазылады. Fill in the blank деп. Жақсы. Catch. Catch бұл бізде тікелей мағынасы ұстау. Ал тағы да қосымша баламалы мағына ретінде catch a cold деп айтуға болады. Салқын жұқтырып алу, тұмау жұқтырып алу. Сондай-ақ біздер инфекция жұқтырып аламыз. Демек, дұрыс нұсқа бізде catch an infection болады. Үшіншісі, we didn't enjoy ourselves evening. Қараймыз. Мұнда бізде өткен шақ, сондай-ақ ourselves болғаннан кейін бізде сіздер ойлауыңыз мүмкін. Those не болмаса this екеуінің біреу деп. Жоқ, бізге керекті нәрсе ол evening сөзі. Демек, eveningге қайсы келу мүмкін? Әлбетте, eveningнің алдында міндетті түрде не болу қажет? In the evening артикль. Не болмаса that, не болмаса this болу қажет. That болуының себебі бұл өткен шақта орындалып тұр. Ал егер this қойғымыз келсе, онда we haven't enjoyed ourselves this evening деп айтуымызға тура келетін еді. And сама собой дұрыс вариант бола алмайды. Төртінші сұрақ, appropriate variant. Beyoncé at the concert yesterday. Бізге керекті сөз yesterday сөз. Бұл кеше деген сөз. Демек, сөйлем не болу қажет? Past simple болу тиіс. Past simple бізде А нұсқасы so. Бесінші сұрақ, plural noun. Көпше түрдегі зат есім. Көпше түрдегі зат есім woman, жекеше түрі woman. Қалғандары бізге мүлдем керек жоқ. Оқымай қойсақ та болады. Алтыншы сұрақ, appropriate variant. Fraction 1/4. 1/4. 1/4 бұл 0,125. Бұны әлбетте біздер не дейміз? A quarter деп атаймыз. Яғни қандай да бір нәрсенің 0,125 не болса 4/1 бізде quarter. Жетінші, there a small table. Қараңыз, a small болғаннан кейін бізде не? Жекеше түр. Жекеше түрде бізде a бола ма әлде is бола ма? Әлбетте, is болады. There is a small table in the kitchen. Сегізінші сұрақ. Reported speech, I love your smile. Жақсы. Нұсқаларында айтады. They said, we said, I asked if. Қараңыз. I asked if деген нұсқалар қате болады. They asked if. Неліктен? Себебі егер reported speechте сөйлем хабарлы болса, онда we said деп бастау қажет. Не болмаса they said, saidпен бастау қажет. Ал егер reported speechке айналдырмақ болған сөйлем сұраулы сөйлем болса, онда asked болып басталады. Asked if деп. Сондықтан с және д нұсқалары қате. Енді мұнда не дейді? Your smile. Демек, your болғаннан кейін ол өткен кезде майға айналу керек. Не болмаса қандай да бір бұл жерде не болмаса he, sheға айналу керек. Мына жерде their және our деп тұр. Бұл жерде бір ғана адам ғой. Сондықтан а және в нұсқалары қате. Дұрыс нұсқасы бізде е нұсқасы болып шыға келеді. Көрдіңіздер ме? Керек емес нұсқаларды сызып тастасаңыз, соңында
керек нұсқа сізге өзі-ақ шығады. Міне, егер сіздерге report түспешінің кестесі керек болса, онда осыған қарап тестте сұрақтарыңызды дұрыс жауап бере алатын боласыздар. Kazakh national meals are based on дегеніміз енді осының нәтижесінде жасалады, не болмаса осындай нәрсені құрамына біріктіреді деген секілді. Не дейді? Неден жасалады? Әлбетте бізде еттен жасалады. Қалғандары қате. Ет бізде meat. 10 сұрақ appropriate variant. The Space Technology Department of NASA develop. Бұл бізде құрастыру. Және to improve, дамыту. Енді қараймыз. Нұсқада дейін human exploration. Адамдарды зерттеу. Адамдарды зерттеуді құрастырады ма? Жоқ. Технологияны құрастыру қажет. Сондықтан А нұсқасы және В нұсқасы бізде дұрыс болып табылмайды. Space сөзі. Кеңістікті құрастыра алмайды. Енді қараңыз. Бұл жерде С және Д нұсқалары екеуін біреу дұрыс болуы мүмкін. Hardware and software and machinery. Hardware дегеніміз, шыны керек мен hardware'ның қазақшасын білмейді екем. Мен оны ағылшынша оқығам, software екен. Hardware дегеніміз қандайда бір нәрсенің корпусы. Мысалы, сотка болса, сотканың корпусы hardware. Ал ішіндегі бағдарлама, Android бағдарламасы, жаңағы Instagram дегендердің барлығы бізде software. Оны құрастыруға болады ма? Әлбетте құрастыруға болады. Бұл технологияның жемісі. Енді to improve, нені дамыту үшін? NASA-ны білетіндеріңізде бұл не? Ғарыш кеңістігін зерттеу үшін. Space exploration екені бізге анық. Ал culture дегеніміз бұл мәдениет. Жалпы мәдениетті олар дамытпайды. Олар осындай ғарыш кеңістігін зерттеу үшін дамытады. 11 сұрақ. Appropriate variant. The Great Fire of London in 1666. 1666 жылы орын алған ұлы өрт Лондон қаласындағы дейді. Не дейді? Inspired many artists to create masterpiece. Так, көптеген жаңағы қолөнершілерге мотивация болды деуге де болады. Жоқ, ондай емес. Was amazing бола алмайды. Attracted many tourists. Көптеген туристерді шақырды. Жоқ, қате. Destroyed the most part of the city or destroyed the whole area around London. Енді қараңыздар. Мына жерде бір сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Қайсы осыныңқы дұрыс деп. Мен интернеттен қарасам, міне суретте міне барлық емес, біраз жерін өрт шалған. Қаланың толық жерін емес. Сондықтан бізде дұрыс жауап бізде В нұсқасы болады. Ал С нұсқасы толық Лондонды ол не істеген жоқ? Өрт жойып жіберген жоқ. Егер жойып жіберсе, онда қазір Лондон қаласы болмас еді. 12 сұрақ appropriate variant. Animals are intelligent humans. Жануарлар адамдарға қарағанда қандай? Интеллектісі жоғары ма әлде төмен бе? Әлбетте төмен. Ең төмен деген сөзді іздейміз. More жоғары, best бар қате, бізде дұрыс жауап less. Less intelligent than humans. 13 сұрақ. Appropriate compound noun. Compound noun дегеніміз бұл қазақ тіліндегі біріккен сөз деген секілді. Не болмаса тіркескен сөздер, қос сөздер дегенде. Мысалы, мына бір сөздің қасында жұп болып кездесетін сөз. Play сөзіне жұп болып кездесетін сөз, бұл block сөзі. Block play дегеніміз, мінеке, құрастырма ойыншықтар. Мына жерге басқада жиі кездесетін compound noun'дарды келтірдім. Бұны PDF форматы ретінде осы жазбаның астына жүктеп қоям, сілтемесін. Содан өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. 14 сұрақ. Correct gerund in the sentence. Дұрыс герундия сөйлемдегі. I'm looking forward you. Енді қараңыздар. Now, forward дегеніміз бұл өте жиі және орны әбден қалыптасқан сөз тіркесі десек те болады. Егер сіз болашақта ағылшын тілін дамытамын десеңіз, ағылшын тілінде сөйлеймін десеңіз, онда бұндай орны қалыптасқан ережелерді білуіңіз шарт.
Forward'тен кейін бізде міндетті түрде to жалғау келеді, яғни to сөзі, одан кейін verb ing мен келу тиіс. Бұл герундиға байланысты. Looking forward to seeing болады. Міне. Нұсқасы бізде дұрыс. Бұны как бы must remember ғой. Былайша айтқанда. 15-ші сұрақ appropriate variant дұрыс нұсқасы дейді. He have free time when he was an employer. Қараймыз. Өткен шақта орындалған. Демек бізде has been'ді айта алмаймыз. Wouldn't айта алмаймыз. We're going to деп айта алмаймыз, иә? Сонда didn't used to не болса was going. Was going have деп айта аламыз ба? Жоқ. Was going to have бұл мүмкін еді. Көрдіңіз ба? Қателі нұсқалардың барлығын былай шығарып тастадық. Мысалы, he were going деп айта алмаймыз ғой. Сонда дұрыс нұсқасы бізде с. 16-шы сұрақ appropriate variant if I by the beach I swimming every day. Мен егер жағажайдың қасына тұрсам, онда күніге шомылуға баратын едім дейді. Бірақ бұл не? Оның қолынан келмейді. Не болмаса гипотетический дейді ғой, гипотезалық, осылай жасасам, осылай болар еді деген арман секілді сөйлем болып тұр. Демек бұл first conditional емес, second conditional болу тиіс. Second conditionalдың ережесі бірінші сөйлем past болса, екінші сөйлем would plus infinitive болу тиіс. Бірінші сөйлем past қайсы? Lived, would plus infinitive go. Дұрыс нұсқасы бізде с. 17-ші appropriate variant дұрыс нұсқасы I run, tired I feel. Енді қараңыздар. Мынандай comparative дегенге келеді мынау. Бірақ мынаны естеріңізге сақтаңыздар. Мен неғұрлым көбірек жасаған сайын, соғұрлым көп нәтиже аламын. Сіз неғұрлым мені көп тыңдаған сайын, соғұрлым ағылшын тілеріңіз дамиды. Не болмаса сіз неғұрлым ағылшын тілін жиі оқысаңыз, онда соғұрлым сіздің жетістікке жетуіңіз жоғары болады деген сөз. Деген секілді сөйлемдерде бізде the more, the higher, the something болады. Көрдіңіз ба? Екеуінде де definite article. Белгілі артиклі болу тиіс. Екеуінде де белгілі артикль қолданған бізде с нұсқасында the faster I run, the more tired I feel. 18-ші сұрақ appropriate variant B, сосын ортада oh, something. Енді қараңыздар. Сонымен бұл жерде ескеретін нәрсе be, in, of болу тиіс. Дұрыс нұсқасы бізде д нұсқасы. Енді бұны қалай жаттайсыздар? Be, in, of дегенді мағынасын түсіндіріп берейін сіздерге. Бұл қандай да бір нәрседен бір мезетте қорқа отырып, оны құрметтеу. Мысал келтірейін, егер ұл балдарының көпшілігі, мысал, рекеттерді өте жақсы көреді, оларды құрметтейді, кәдімгі, соларға еліктейді, бірақ олармен жолықса не істейді? Қорқып қалады. Осындай сіздің эмоцияңызды білдіру үшін be, in, of деген тұрақты сөз тіркесі бар ағылшын тілінде. 19-ші сұрақ we use there plus be to say that someone or something. There is, не болмаса there are. Мына жерде, мысалы, there is a phone. Мына жерде телефон бар. Не деген сөз? Қандай да бір нәрсенің бар екенін білдіреді. Дұрыс нұсқасы бізде д нұсқасы. Exists. 20-ші сұрақ appropriate variant дұрыс нұсқасы I won't, they're alone. Мына жерде make айта алмаймыз. I won't make people to go alone деп, иә? Адамдарды солай жасау деген мағына ғой бұл. Жасата алмайды ғой адамдарға. Енді I won't allow my son, they're alone. My son to go alone болу тиіс мына жерде. Сол кезде мынау дұрыс болар еді, бірақ мынау қате. Енді бізде дұрыс болып табылатын а не болмаса д нұсқалар ғана қалды. Енді әбден естеріңізге сақтап алыңыздар. Let сөзінен кейінгі let, одан кейін зат есім, одан кейін бізде етістік ешбір
to инфинитивінсіз алғашқы бірінші формасында келуі тиіс. Мысалы, өте атақты let her go деп аталатын, passengers деп аталатын топтың әдемі өлеңі бар. Тыңдауға кеңес берем. Сол жерде, мысалы, let her go. Демек, қайсы келеді? Let the student go нұсқасы дұрыс болып келеді. Let them going деген бұл бізде қате. 20 сұрақ осымен аяқталды. Бұл бірінші бөлім. Екінші бөлім шығу үшін бұл видео 200 қаралымнан асуы тиіс. Сабақтың соңы, сонымен тілектер, егер сабақ пайдалы болса, онда міндетті түрде менің ютуб каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар.